Баршаңызға қайырлы күн, көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін сіздерге ауызашарға осындай түрік мини пиццасын дайындауды ұсынамын. Жасалу жолы өте қарапайым әрі дәмі керемет болып шығады. Сондықтан видеоны өткізбей соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен 150 грамм жылы суымыздың үстінен біраз қасықты қатты толтырмай ашытқымызды саламыз, араластырып алып, одан кейін үстінен 1 шай қасық толы қантымызды салып, оны да араластырып, бетін жауып 5 минутқа қойып қоямыз. Келесі кезекте ұнымызды електен өткізіп дайындап, үстінен жарты шай қасықтай тұзымызды салып араластырамыз және бір жұмыртқамызды жарып саламыз. Одан кейін 25 грамм күнбағыс майымызды құямыз. Зәйтүн майын қоссаңыздар да болады. Одан кейін 15 немесе 20% осындай қаймағымыздан біраз қасық толтырып саламыз. Енді барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді осы массамыздың үстінен жаңағы ашытқы қосылған жылы суымызды құйып, барлығын жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Құрметті көрермендерім, қазақша фудблогтың, қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосып, осы видеоға лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Ал егер каналға тіркелмеген жаңа оқырман болсаңыз, подписация батырмасын басып, каналға тіркеліп алыңыз. Қамырымызды жақсылап, іртігін қалдырмай илеп алдық. Осындай жұп-жұмсақ, кішкене ғана қолға жабысып тұратын қамыр иленіп шығады. Енді бетін жауып 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Келесі кезекте біз осындай күнжітпен суды дайындаймыз. 50 граммдай суымыздың үстінен 1 шай қасық толы балымызды салып, жақсылап араластырып қоямыз. Ал енді 1 сағат бойы тұрып көтерілген қамырымызды осылай столдың үстіне ұн себелеп, қолымызбен 1-2 басып илеп аламыз және кішкене сопақша формаға келтіреміз. Көз мөлшерімен бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Егер барлығы бірдей шыққанын қаласаңыздар, таразымен өлшеп бөлсеңіздер де болады. Бөліп алған қамырымыздың әрқайсысын дәл осы видеода көріп тұрғандарыңыздай дөңгелетіп аламыз. Ал енді әр дөңгелеткен қамырымызды алып, жаңағы бал қосылған суымызға осылай батырып, одан кейін күнжітке аунатамыз. Барлық жан-жағына жақсылап аунатып шығамыз. Аунатып алғаннан кейін пісіретін формамызға кішкене араларын ашықтау етіп қоямыз. Қалған қамырларымызды дәл осы рет бойынша суға батырып, одан кейін күнжітке аунатып, формамызға жайғастырамыз. Егер түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарий бөлімінде жаза кетсеңіздер болады. Мен міндетті түрде оқып, жауап қайтаратын боламын. Ал енді барлығының бетін осылай пищевой пленкамен жауып, 10 минутқа кішкене көтерілгенше қалдырамыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Ірімшікті, қызанақты және шұжықты осылай кубиктеп майдалап турап аламыз. Мен осындай Эмер фирмасының моцарелла ірімшігін қолдандым. Қамырымыздың бетін ашып, осылай орталарын басып шығамыз. Қолмен бассаңыздар да болады, немесе стаканның түбімен бассаңыздар да болады. Барлығының ортасын басып алғаннан кейін, ортасына салмасын саламыз. Бірінші қызанағымызды саламыз. Одан кейін шұжығымызды саламыз. Негізі кез келген салманы салсаңыздар болады. Саңырауқұлақ немесе бұрыш қоссаңыздар да болады. Енді ол әркімнің өз қалауы бойынша. Соңында осылай беттеріне ірімшігімізді салып шығамыз. Ірімшік күйіп кетеді деп қорықсаңыздар, пісуіне бір 5 минут қалғанда салсаңыздар да болады. Барлығын салып дайындап алдық. Енді алдын ала 200 градуста қызып тұрған пеште 15-20 минут аралығында көтерілгенше қызарғанша пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің мини пиццаларымыз өте әдемі болып пісіп шықты. Балаларда, ересектерде сүйсініп жейтіні сөзсіз, сондықтан міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте жұп-жұмсақ, көріп тұрғандарыңыздай асты да толық піскен. Ауызашарға міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайтыны сөзсіз. Видео ұнаса лайк басып каналға тіркеліп қойыңыз.